Бихрам Синанды атқалы тұрғанда Чағла қарсы тұрып, Синанды өлтіруіне жол бермейді. Ашуланған Бихрам жоғарыға оқ атады. Оқтың даусын естіген Доған есікті бұзады. Ал Чағла Синанға білдірмей үнін шығармай кеткен соң Бихрам Синанның байлауын шешіп, өзін Бихрам емес Бердамын деп таныстырып, сендер үшін 15 жыл жазықсыз түрмеде отырдым дейді. Сонымен қатар Махинурды кезінде тастап кеттің деп жақындамауын ескертеді. Синан Махинурды тастамағанын айтып ақталады. Осы сәтте Генджо біреудің келе жатқанын естіп, Бихрамды күштеп алып кетеді. Ал Доған ішке кіріп Синанның аман екенін көріп, қол-аяғын босатады. Синан оған бұл Бихрамның ісі деп айтқанымен, Доған болса Мелектің өзіне қол жұмсағанын айтады. Доған жерден Чағланың әкесінен қалған Даминоны көріп, Бихраммен байланысы бар деп күмәнданады. Махинур Тахирдің тыныс алу аппаратын өшірмек болғанда, бөлмеге Синанның қызы кіріп келеді. Ол атасының досы деп ойлап, өзінің салған суретін көрсетеді. Махинур үнсіз бөлмеден шығып кетеді. Үйіне келген Махинур түсінде Тахирдің ұрып соғып жатқанын көріп, шошып оянады. Ол қолының қан болғанын көріп, қолын қайта-қайта жуа бастайды. Қанның кетпегенін көрген ол қолын қышқылмен жумақ болады. Бірақ Дидем дер кезінде келіп тоқтатады. Мелек ауруханаға жатқызылып есін жиғанда, медбике оған дәрілер мен күнделігіндегі жазбалар туралы ешкімге тіс жармауды ескертіп, Шемшектен сәлемдеме жеткізеді. Осылайша Мелек отбасынан Шемшектің бопсалағанын жасырады. Доған Мелектің түрмеде жүйкесі жұқарған деп ойлап, Суна есімді психиатрға қаратуды жөн көреді. Алайда Суна Доғанға ғашық болатын. Генджо Мелектің жағдайын біліп дереу ауруханаға келеді. Ол Мелекке ғашық екенін айтқанда, ашуға булыққан Доған оны аяусыз соққыға жығады. Ауруханадан келген Ләмия қайғылы оқиға үшін айналасын кінәлай бастайды. Гүлсан Ләмия әпкесіне ашуланып отбасының барлық қайғысына, Тахирдің қылмыстарын, жылдар бойы отбасына зорлық-зомбылық көрсетсе де, Ләмияның араша түспегенін айтып, намысына тиеді. Ашуға булыққан Ләмия Гүлсанды ұрмақ болғанда, Сейфа араша түсіп, әйелін қорғайды. Нұргүл Сейфаның бұл ісіне таң қалады. Чағла Махинурдан барлық шындықты айтуды талап етіп, әкесінің өліміне Ханжоғулардың қатысы барын және өмірі өтірікке толы болғанын айтып күйзеледі. Алайда Махинур үндемеген соң, Чағла ашуға булығып, Ханжоғулардың үйін өртеп кек алатынын айтқанда, Махинур тоқтатпақ болады. Ал Чағла үйден шыға бергенде, Доғанның келгенін көреді. Ол Чағлаға әкесінен қалған естелігін қайтарып береді. Мелектің өтінішімен прокурормен кездесуге баруын сұрайды. Бихрам Генджоға қарттар үйінде оның әкесіне барып қайтқанын айтады. Мұны естіген Генджо Бихрамнан күмәнданғаны үшін кешірім сұрайды. Бихрамның адамдары мамыққа ұқсайтын мысықты тауып Бихрамға береді. Прокурор Доғанға Мелекке тағылған айып өзгермегенін айтады. Доған бұған келіспей, тойға келген Чағладан бастап барлық адамдарды тергеуге алуды талап етеді. Прокурор кеткен соң Чағла оған ашуланып, өзін кінәлап отырғанына наразы болады. Осылайша екеуі бір-біріне сенбейді. Гүлсан Мелекке неге өзіне қол салмақ болғанын сұрайды. Сонда Мелек күнделігінің бөтен адамның қолына түскенін және Шемшектің қоқан-лоқы жасағанын айтады. Гүлсан ойланып өзіне хат жазып жүрген капитанның да лақап аты Шемшек екеуі бір адам болуы мүмкін деп күдіктенеді. Доған бейне бақылау жазбасын тексеріп, Тахирге Махинурдың кіргенін көреді. Синан Доғанға кезінде Махинурды сүйгенін айтқаннан кейін, Доған Чағла мен Махинурдың әпкелі сіңлі екенін және әкелерінің өлімі үшін Ханжоғулардан кек алып жүргенін түсінеді. Синан Махинурдың ондайға бармайтынын айтса да, Доған Синанға той болатын күні Махинур Тахирді өлтірмек болды деп күдіктенеді. Шын мәнінде Махинур той болатын күні Ханжоғулардың үйіне келіп, Тахирді сырттай бақылап тұрған еді. Махинур Чағлаға өмір бойы көрген қорлығы мен қайғысын жазып, жан дүниесінің күйрегенін жеткізеді. Ол Тахирдің жауыз екенін жазып, өмірін тас-талқан етіп, өзін тірі өлікке айналдырғанын айтып күйзеледі. Бұны оқыған Чағла ашуланып Ханжоғулардан кек алуды меңзейді. Бихрам Ханжоғулардың кеңсесінде жұмыс істегенін және 25 жыл бұрын өзінен тартып алған өмірін қайтарып алатынын айтады. Алайда Синан оның құжатын қарап, бұл жерде оның қарапайым қара жұмысшы болғанын меңзейді. Ал Йылмаз болса оның құжаттарының заңды күші жоқ екенін айтып, кеңсеге кіргізбейді. Бихрам ашуланып мұнымен тоқтамайтынын ескертеді. Доған іздеуді жалғастырып Махинурдан күдіктеніп, той болатын күні оның мінген такси жүргізушісін тауып мән-жайды сұрайды.
Жүргізуші оған сол түні Махинур тойдан шыққан кезде қолы қан болғанын айтады. Кейін Доған Чағланың үйіне келіп Махинурды сөйлету үшін психологқа қаралтуды ұсынады. Сол кезде Шемшектің адамдары оларға тоқтаусыз оқ жаудырып кетеді. Ал Махинурдың тырысуы ұстап қалады. Доған олардың қауіпсіздігі үшін әпкелі сіңіліні өзінің үйіне алып келеді. Гүлсан өзі сөйлесіп жүрген жұмбақ Шемшекке өзі хабарлама жазып кездесуге келіседі. Әйелін байқаған Сейфа оның соңынан ереді. Әуелде қызғаныш танытқанымен кейін Гүлсан оған Мелектің өзіне қол жұмсауға итермелеген Шемшек болуы мүмкін екенін түсіндіреді. Осыдан кейін екеуі Шемшектің кім екенін бірге анықтауды шешеді. Доған Чағланы отбасылық дастарханға шақырады. Бұған отбасы қарсы болғанымен Доған Рамазан айында қонақты қайтаруға болмайтынын айтып, бәрін сабырға шақырады. Ақыры отбасы Чағламен ифтар дастарханында отырады. Ал Махинур иесін жиған соң төменге түсіп, хан жоғулар отбасымен бір дастархан басында отырған Чағланы көреді. Сол сәтте ол ашуға булығып, дастарханды төңкеріп жан даусымен айқайлайды.